Баршаңызға қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін осындай өте әдемі, өте оңай жолмен жасалынатын пирогтың түрін жасап көрсетемін. Ең алдымен қамырын илеп дайындап қоямыз. Ол үшін 350 грамм осындай ұнның үстінен 180 грамм сары майды қосып, жақсылап араластырып майын ертіп аламыз. Енді қантты қосып, оның үстінен бір шай қасық қамыр қопсытқышты қосып, қолмен кішкене араластырып алдым. Және үстінен 2 жұмыртқаны жарып қосып, орташа тығыздықтағы қамыр илеп шығамын. Осылайша біздің қамырымыз иленіп дайын болды. Енді салафанға салып, тоңазытқышқа жарты сағат көлеміне қоя тұрамын. Жарты сағаттан соң қамырымды алып, ортасынан 2 бөлікке бөліп жаямын. Бір бөлігін кішірек қылып, екінші бөлігін үлкен қылып жаямыз. Кіші бөлігі қазір пирогымыздың бетін сәндегенге керек болады. Осылай үлкен бөлігін алып, табамыздың көлеміне қарай жайып шығамыз. Осылайша жайылып дайын болған қамырды табамызға салып, шеткі бөлігін бір тегіс қылып тегістеп шығамын. Болғаннан кейін оның үстінен варенье салдым. Мен қара өріктің вареньесін салдым. Сіздер кез келген өздеріңізге ұнайтын вареньені салсаңыздар болады. Осылайша бетін тегістеп алып, қамырдың екінші бөлігін жаямын. Беткі бөлігін сәндеуге арналып жайылған қамырды жұқа етіп жайғанымыз дұрыс, себебі пісу барысында қатты көтеріліп кетеді. Жайылып болған қамырды дәл осындай кескіштің көмегімен кесіп шығатын болсаңыздар, пирогтарыңыз өте сәнді шығады. Егер сізде бұндай құрал болмаса, жай пышақтың көмегімен де кесе береміз. Енді дайын тұрған пирогтың үстінен кесілген қамырды сәндеп қойып шығамыз. Бірінші бөлігін дәл осылай қойып аламыз. Екінші бөлігін видеодағыдай дәл үстіне қоя отырып сәндеп шығамыз. Енді осылайша дайын болған пирогты 180 градуста ысып тұрған пеште 35-40 минут шамасында пісіріп алдым. Міне біздің пирогымыз осылайша дайын болып шықты.